Сәлем достар, бүгін сіздермен інжір жемісі туралы ақпаратпен бөлісеміз. Сіз парақшамызға тіркеліп лайк басыңыз. Сонымен бүгін інжір жемісі туралы кішігірім ақпаратпен бөлісемін. Інжір кез келген өнім, оны пайдалану принциптерін сақтауға байланысты. Әрі зиян келтіру, әрі пайда әкелуі мүмкін. Сондықтан қарсы көрсеткіштерді зерттеу өте маңызды. Бұл аллергиядан және басқа да жанама әсерлерден аулақ болуға көмектеседі. Інжірдің денсаулыққа пайдасы мен зияны әр жағдайда әртүрлі болады. Тәтті десерттерімен салыстырғанда інжір ағашының калория мөлшері төмен. Сондықтан оны салмағын жоғалтуда мақсат етіп қойған адамдар жиі қолданса болады. Бірақ егер сіз жемістерді көп мөлшерде тұтынсаңыз, керісінше нәтижеге қол жеткізесіз. Жаңа інжірдің калория мөлшері 100 граммға 54 килокалория құрайды. Кептірілген інжір ағашының калория мөлшері көп, өйткені оны дайындауда қант шәрбәті қолданылады. 100 грамм кептірілген жемістің құрамында 257 килокалория бар. Мамандар інжірді сүт өнімдерімен бірге жеуге кеңес береді. Бұл пайдалы компоненттердің жақсы сіңуіне ықпал етеді. Ірімшікпен үйлескенде бұл жақсы мерекелік тағамдар нұсқасы болуы мүмкін. Өнімді таңертең таңғы ас кезінде сұлы майымен немесе сүт коктейлі ретінде жеген жөн. Тіс басар ретінде ол майсыз сүзбемен бірге қолданылады. Бұл опция спортпен айналысатын адамдар үшін өте қолайлы. Тұрақты тұтыну кезінде інжір метаболизмді қалпына келтіреді және жүйке жасушаларының өткізгіштігін жақсартады. Өнімнің құрамы келесі компоненттермен ұсынылған: фолий қышқылы, магний, В, ПП, А және С дәрумендері, калий, фосфор, натрий, темір, кальций. Негізі қандай жемісті бас салып жаз айында жемес бұрын аллерголог мамандарының кеңесін алған дұрыс. Жүктілік кезінде інжірді аллергиялық реакцияға бейім емес әйелдер ғана жеуге рұқсат етіледі. Бұл фолийдің ең бай көздерінің бірі. Бұл зат балаға жатырішілік даму кезінде қажет. Фолий қышқылы жүйке түтігінің пайда болуына жауап береді. Диетада оның жеткілікті мөлшері ұрық патологиясының қаупін азайтады. Қолданған кезде інжір мультивитаминдік кешендерге жақсы балама бола алады. Оның артықшылықтарына табиғи шығу тегі жатады. Дәрумендердің артықтығын болдырмау үшін күнделікті қажеттіліктен аспау өте маңызды. Жүктілік кезінде нәжістің бұзылу ықтималдығы жоғарылайды. Құрамында талшық көп болғандықтан інжір асқазан ішек мүшелерінің кері әсерін тигізбей, нәжісті қалыпқа келтіреді. Құрамында темір болғандықтан інжір темір тапшылықты анемияны болдырмайды. Оған позициясындағы әйелдер бейім. Сіздермен ақпарат бөліскен адам әнт тағам. Денсаулықтарыңыз мықты болсын.